ұлттық құндылыққа жаңағы қалжаны, ойын омыртқаны, кәрі айттық қой енді. Енді мына бір мәселені талқылағым келеді да. Тек Алматы емес, енді үлкен қалаларда көршілер бір-бірін танымайды. Бір-бірімен танымаған адам амандаспайды. Амандаспаған адам араласпайды. Араласпайтын адам бір-бірінің үйіне кірмейді ғой. Егер біз көршіні танымасақ, бұл да бір құндылықтан айырылу емес па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде былай дейді. Жаңа қонаққа қатысты былай дейді. Мән әмәна биллахи ва бил яумил ахири. Кімде-кім қияметке сенсе, Аллаға сенсе, фәл юкрим дойфаху. Үйіне келген қонаққа құрмет көрсетсін. Жалғасында келеді. Мән әмәна биллахи ва бил яумил ахири фәл юкрим жараху. Құдайға сенсе, ақыреттің бар екеніне сенсе, иман келтірсе, көршісіне құрмет көрсетсін дейді. Көршіге. Көршінің ақысы дейміз. Көрші дейміз, қоңсы дейміз, көрші қолаң деп жатамыз. Енді қалай десем, көршіге мүмкін өзіміз лайықтымыз ба, әлде біреуміз бастап амандасу керекпіз ба? Мен келгенім шамалы уақыт болды Алматыға. Қате бір 15 па, бір 20 қабатты бір үйде тұрып жатырмыз ғой. Есіктің аузында күзет бар. Ассалаумағалейкум десем, деді. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, уалейкум дейді бір күн. Ей, уалейкум не? Уалейкум деп мұсылман емес адам айтады десем. Уалейкум ассалам де. Амандасып үйреніп алдық. Бір күн бүйтіп қараса бүйтіп отыр екен, бір сусынның екеуін алдым да. Саған деп тастап кетті. Не үшін деді. Не үшін алсай? Шай. Ендігіде өсіп барасам су дайындап қойыпты маған. Аға келсеңіз жатсаңыздар. Сөйтіп амандастық. Бірінші рет көріп тұрмын деді. Нені бірінші рет көріппісің? Маған су бермек түгілі амандаспайды адамдар деді. Қазақпыз ғой дедім. Қазақпыз деген уақытта амандасу, жағдай сұрасу. Мен байқадым, күн ыстық, терлеп отырсың, бір салқын су әкеліп берейін дедім. Неден шыға алмайтынын білемін ғой мен сенің дедім да. Енді көршінің ақысы туралы әңгіме айтайықшы дегенім ғой. Кім ол көрші деген? Қандай болу керек? Енді тек Алматыда емес, біздің Қарағандыда сол, жалпы қазір Шымкентте де сондай байқаймыз. Тасқала адамның пейілін де тастай қылып тастады. Бір-біріміздің жаңа айтып отырсыз ғой, 15 па 20 қабатты үйде тұрамыз. Сондай тұрамыз. Біз 5 қабатты үйде тұрып бір-бірімізді танымаймыз. Біз онда ренжімесек болады деген ғой. Бір-біріміздің есігімізге кірмейміз. Бұрын көршінің кім екенін білетін еді қазақ. Қолаңның кім екенін білетін еді қазақ. Қолаң деген басқа сөз ба сонда бұл? Көрші қолаң деген бұл әдемілік үшін айтылған сөз емес қой. Өзіңіз діннен, хадистен мысал келтіріп жатсыз ғой. Сол хадисті тыңдап отырған сахаба, енді сол әңгімені тыңдап отырған сахаба пайғамбарымыздан сұрады: "Я Расулалла, көршіңмен тату бол деп жатсың, менің көршім кім?" деп. Сонда адамзаттың асылы пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, сенің үйіңнің алдындағы 10 үй көршің, үйіңнің артындағы 10 үй көршің, үйіңнің оң жағыңдағы 10 үй көршің, сол жағыңдағы 10 үй көршің, осы 40 үй сенің көршің. Осы 40 үймен тату бол, ақыретте сол үшін сұраласың деді. Бұл хадис қазаққа келді. Қазақ бұны мәтел қылып алды. Көршінің ақысы тәңірдің хақысы деді. Бірақ пайғамбар осы 40 үймен ғана тату бол деп айтса да, көршің десе де, жоқ, енді 40 үй көршің деді ғой. Бірақ біздің қазақ тату ғой. Үйінің алдындағы 11-ші, 12-ші үйге барып сен 10 үйге кірмейсің деп айтқан жоқ қой. 13-ші үймен де тату, 15-ші үймен де тату. Содан баласын шақыратын кезде айтады: "Көршіні қолаңды шақыр" дейді. Көрші кім? 40 үй көрші. 40 үйден әрісі қолаң. Бірақ біз бүкілімен татумыз ғой. Сол көрші қолаңмен тату болған қазақ енді өкінішке орай қазір 40 үй былай тұрсын, бір подъездегі 15 квартира бір-бірімен араласпайды. Бір подъезден мысалы 4 квартира бар ғой. 20 енді 5 қабатты үйде шамамен 15-20 пәтер шығады, бірақ 15-20 пәтер бір-бірімен араласпайтын. Енді бәрі емес, енді бірақ көпшілігі сондай. Бұл енді тасқала адамның көңілін де, жүрегін де бір тас қылып бара жатқан сияқты. Сосын жаңа өзіңіз айтқандай амандассаң таң қалады кейде. "Ассалаумағалейкум, сен мені танисың ба" деп. Танымаса сәлем беруге болмай ма сонда? Осындай өкінішке орай қоғам қалыптасып келе жатыр. Бірақ жөндеуге болады, жасауға болады. Жөндеуге болады, өйткені жылы-жылы сөйлесең жыланынан шығады дегендей. Енді жаңа сіз су бердіңіз, сізбен уже әңгіме айтып бастады. Бір күні